Сәлем достар. Бүгінгі видеода қандай настройкаларды өшіруге болмайтынын көрсетемін. Play Marketке кіріп, жоғарыда орналасқан Google аккаунтыңыздың белгісін басып, управление приложениями и устройствома кіреміз. Мұнда вредоносное приложение не найдено үстін бассақ, оң жақ жоғарыда бізде шестеренок, яғни настройканың белгісі бар. Соның ішіне кіріп, екі настройка қосылып тұрған сіздер міндетті түрде тексеріп кетіңіздер. Бұл бізді неге жауап береді? Сіздің телефоныңыздағы бүкіл приложенияның қауіпсіздігін тексеріп отырады. Егер де бір приложенияға вирус түссе, дереу сізге соны ескертіп, өшіруге кеңес береді. Екінші настройка галереяға кіріп, оң жақ жоғарыда үш нүктешені басып, настройкаға кіреміз. Төмен жақта бізде безопасный доступ деген бар. Соның ішіндегі екі настройканы қорықпай қосып қоямыз. Бұл екі настройка неге жауап береді? Сіздің галереяңыздағы немесе қандай да бір документ папкаңызды басқа біреуге социальный сет арқылы жіберетін болсаңыз, яғни WhatsApp, Telegram, Instagram деген сияқты суретті алайық, суретті жібердіңіз, сол суретпен бірге сіздің местоположениеңіз барады. Екіншісі, сол суретпен бірге сіздің қандай телефонмен бірге жіберіп жатырыңыз, бүкіл телефонның данные барады. Сіз бұған түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ кибератакаға бұл өте пайдалы. Сол себептен кибератака жасайтын адамдарға кедергі жасап, бұл екі настройканы қосып қойыңыз. Сіздің телефоныңызға қауіпсіздігіне жауап береді. Сіздермен бірге болған Нұрсұлтан, үздік мобильдік кеңестер YouTube каналы.